Ақбота деген атты мүлдем ұмытып кете алмаймын. Себебі ол мен жаңағыдай көрісетін адамбыз бар. Қайырлы кеш оқырман. Шерхан мен Айгүл бүгін ортада эфирде болды. Таныстық Ботаның сөздерінен кейін дұрыс жүрмей жатқан көрінеді. Мүлдем кездесу болмаған екен соңғы эфирден кейін. Сол эфирде Ботаның өзі шығып екеуіне бір наразын білдірген болатын. Шерхан содан кейін Айгүлден бір қашқақтанып қалды. Ақботадан қорқақтанып қалды ма дейді Айгүл. Телефонмен сөйлесу ғана болған, ал қалған уақытын баласымен өткізгенін айтты. Ал Бота мен Шерхан эфирге келгелі бері сөйлеспейді екен. Жалпы Ботаның айтқысы келетін болса айтсын, өзімде күтіп жүрмін деді Шерхан. Ал Айгүлге деді ішкі сырымды бөлісуге әлі дайын емеспін. Алдағы әңгімеден кейін кішкене тақырып басылғанын қаладым. Шерхан болса Ботамен қазір тіптен сөйлескісі келмейтінін айтты. Себебі нәски алып бере алмаған әке деп жала жапты. Ал балаға ойыншықты көрсетіп алып бергені туралы айтқаны Шерхан. Маған солай істеуге тура келді, себебі бар жасағанымды жоққа шығарып жатыр деді. Айгүл Шерханға басты сұрағын қойды, сен Ботамен қайта қосылуың мүмкін бе? Шерханның жауабы: ол өткенді мен ұмыта алмаймын, себебі арамызда бала бар. Ақбота деген атты мен мүлдем ұмытып кете алмаймын. Бәрі бірде көрісетін, жолығатын адамбыз. Бірақ осында нақты қадам басып келгеннен кейін біз қосылмаймыз деді. Шерхан Айгүлге бір сұрақ қойды, мен сенің талғамыңа келемін бе деп. Айгүл бір жымиып, бір дұрыс жауабын айтпады. Бір-бірін хайып ұстап жүргенімен мәз секілді. Таныстық жалғасты. Шерханның бір сұрағы енді Ботаның тақырыбын қозғамасақ деді. Ал әдеттегідей пікірлерге көшсек. Шерхан мен Ақботаның арасында не болғанын білмеймін. Бірақ екеуі бір-бірін кешіріп, психологпен бірге отношение жайында жұмыс жасаса, екеуінен керемет отбасы шыға деп сенемін. Мәселен, Шерхан ескі көзқарасты сәл заманауи қарастырса, Ақбота сабырмен ерін сыйлап, екеуі бір-бірін тыңдай алатын жағдайға жетсе екен деймін. Кеше Ақботамен сөйлескен жоқ. Шерхан жай баласымен сыртта кездесіп қалды ғой. Ақбота ол кезде Зухраның туған күніне баратын болған сол жаққа барды ғой. Ақбота өте дұрыс жасады, келмеді. Ақбота эфирге келмей өте дұрыс жасадың. Ертең ютубта да халықта позор боп қалатын едіңдер. Екі жақтың ата-анасы дұрыс жасады, баланы араластырмаған жөн деп дейді оқырмандар.